Менің есімім Гүлнұр, фамилиям Жолдыбаева. Жасым 40-та. 3 баланың анасымын. Осы Қорқыт Ата университетінің физмат факультетін бітіргенмін, бірінші мамандығым. Екінші мамандығым жақында осы университетке түстім, Алма-Юға. Осы 3 жылдан аса бізде семейный бизнес, осы Аура центр красоты и здоровьяны аштық. 3 жылдан аса халыққа қызмет жасап келе жатырмыз. Көп халықтың ықыласын, ризашылығын алып жатырмыз. Солай жұмыс істеп жатырмыз енді. Неге именно сұлулық бағытын таңдадыңыз? Неге именно Аура? Осы Аураны салардың алдында біз көп ойландық. Жолдасымыз екеуміз не істесек болады деп. Сосын жолдасым айтты, бір осы қыздардың темасында не қылсайшы деп. Қыздардың красивый бизнес қой былайынша. Салон красоты қыздардың бәрінің арманы ғой былайынша ашу. Қыздардың темасындағы бизнес ашай деп. Сонымен осыны ойландық та, қалада болмаған затты істегіміз келді. Что баяғыда мен алдында салонға барып жүргенде, бұл салон жоқ кезде. Бір салонға тырнағымды сетіп, бір салонға шашымды қиып сөйтіп жүретін тұғын әр салонда. Ал мына жерде бәрі болғанын қаладым бір жерден. Йогаға қатыссаң да, шашыңды қиып тырнағын істейсің, спаға барасың, енді косметологқа барасың деген сияқты. Бәрін бір жерден алып қайтасың. Зато уақытыңды үнемдейсің да. Сол жағынан, эргономичный жағын қарадым да, сонымен осындай қылып, жаңа барлығын бір жерге біріктіруді ойластырдым. Жалпы әйелдің демалатын жері деп аштым десеңіз. Осы жерге келгенде әйелдер демалып, рахаттанып, үйлеріне рахаттанып жүрсең, бір жұмысыңды бір күшті істейсің ғой, качественно демалып, рахаттанып жүресің. Жалпы бизнесті ашқан кезде енді семейный болғанның өзінде де көп салмақ өзіңізге түскен шығар, енді басқарушы ретінде. Сол жағынан қандай қиындықтар есіңізде қалды? Біз осы зданияны салатын кезде біз коронавируспен жағаласып осы зданияны салдық ше. Қиыншылықтар болды, стройкада қиыншылықтар болады ғой. Коронавируспен жағаласып жүріп осыны салдық. Салон салдық. Енді мастер таппадық қой. Мастер таппадық. Үйтіп әдебиет. Басында мастер болса болды, қабылдай беретін тома. Потому что пустой тұр ғой, қабылдау керек. Содан кейін барып үйренеді екенсіз, что кез келген адамды қабылдауға болмайды екен. Качественно, өзінің бағасын білетін, өзінің жұмысына жауап бере алатын адамдарды қамал жинау керек екенін соны түсіндім да. Содан кейін басында әйтеуір мастермін деген оның стажына да ештемесіне қарамай ала беретін тоң әрқайсысына. Содан кейін ол болмайды екен негізі. Потому что сенің авторитетіңе олар зиян келтіреді екен. Енді осы жерде сізде қаншама қыз келіншек жұмыс жасайды. Әйелдер жұмыс жасаған жерде өте оңай емес. Ол ұжымды басқару оңай емес. Команда басқару жағын қалай игересіз? Команда басқару оңай емес, былайынша. Оңай емес, тем более қыздарды, бірыңғай қыздарды басқару өте қиын. Басында айтқан тұғын, салон ашу қалай қорықпай ашып жатсың. Қыздар деген ертең клиентке таласады деп. Жоқ, бірақ біздің іште қыздар ондай емес. Бәрі салмақты, сабырлы. Негізі қандай адам болса, соған қасына сондай адамдар жиналады екен ғой. Өзі іріктеліп өзі жамандары кетеді екен, жақсылары қалады екен. Оңай емес, бірақ ондай қатты қиын деп те айта алмаймын. Нормально. Үлгеріп жатырмыз барлығын. Яғни қазір қабылдағанда да кез келген адамды қабылдай бермейсіз, бір критерияларына қарайсыз. Енді жаңа Алма-Юға түстім деп жатсыз ғой. Ол түсуге не себеп болды? Осы бизнесті бастап жатыр. Бизнес аштық, салдық, бірақ дальше қалай істейміз? Бизнес вообще жүргізіп көрмеген адамбыз ғой. Алаңсыз декретте рахаттанып отырған әйел, бардықта бірден бизнес ашып кеттік, еще үлкен бизнес. Сосын амал жоқ, ойла, оқу керек, өзіңді дамытуың керексің, жан-жағыңа қарауың керексің. Даже алдыға қарай жүру керекпіз ғой. Сосын жетіспей жүрген білем да, бірдеңе жетіспейді. Білім ба, бір жағы жетіспей жатыр, не до конца сияқты қалыпты. Сосын осы Алма-Юды қарап жүрдім. Бір жылдай ма қарап жүрдім. Түссем ба, түспесем ба, отзывтарын қарайсың, бәрін қарайсың. Сонымен бір күні Ақмаралға звондадым. Ақмарал сондай жаңа оқығым келеді деп. Ол қуана кетті. Давай, бізден андай деп бәрін түсіндірді, сабақтар қалай өтетін. Керемет. Бірақ түскенмен мен оқымаймын.
не қылатын ең жаңағы қиындауы орысша сабақ. Мен сұрадым, қазақша группа бар ма? Жоқ, қазақша жоқ, орысша. Мұғалімдердің бәрі орысша енді. Но бірақ түсініп жатырмын. Жақсы, керемет сабақтар, керемет профессорлар, докторлар солар сабақ беріп. Былайынша интуитивно білесің да, бірақ сол дұрыс па, дұрыс емес па деп сомнение болады да өзіңде. Сол сомненияларыңды жеңіп, соны білу, қате ма, ол істеп жатқан сен қате ма, қате емес па, соны білгеніңде бірақ біраз пайда ше, жүйелендіріп береді. Сол керемет. Енді келесі сұрақ жеке өзіңіздің отбасылыққа қарай кетсек, 3 баланың анасымын деп жатсыз. 3 жылдан бері енді как раз карантиннің кезінде болған екен, ашылуларыңыз. Одан кейін осы жерде күн сағына жүрген, неше жыл үйде декретте отырғаннан кейін отбасыңызға, балаларыңыздың тәрбиесіне әсер еткен жоқ па? Қиналған жоқсыз ба? Жоқ, ол кезде шамалы балдарым өсіріп, сосын барып шықтым ғой. Балдарым, мен балдарыма водитель болдым, нянька болдым, медсестра болдым, репетитор болып, алаңсыз баланың тәрбиесін бітіріп, сосын барып шықтым ғой жұмысқа. Балдарымды өсіріп алып. Енді осындай мысалы сұлулық салонын ашу әр қыздың арманы ғой, сол қыздарға енді бастайтын, немесе бір жерден арендаға ашқысы келеді, кейбіреу өзінің зданиесін ашқысы келеді, сол қыздарға қандай кеңес берер едіңіз? Енді бастайын деп жүрген қыздарға. Енді бастайын деп жүрген қыздарға мен айтарым, қорықпау керек, первую очередь. Бірінші қорықпау керек, қорықпай бастап кету керек, и сол бастаған жұмысты соңына дейін бару керек. Сол кезде нәтиже болады. Қорқып, шамалы қиыншылық болса, тастап кетсе, ол ешқандай, қай жерде де болса да, ешқандай жетістікке жете алмайды, ондай адам. Жалпы үйде отырғанда декретте балаларға водитель болдым, репетитор болдым деп жатсыз ғой. Сол кездегі состояниедегі Гүлнұр мен қазіргі Гүлнұрдың қандай айырмашылығы бар? Ішкі состояниесінде. Ол кездегі состояние мен қазіргі состояние 180 градусқа өзгерді ғой. 180 градус. Мен ол кезде шынымен үйде отқан әйелдің шамалы кругозоры мынандай кішкентай, үйінен аспайды екен ғой негізі. Тамақ іше, үй жину, бала шаға, сонымен миың содан артылмайды екен ғой. Одан асуға қорқады даже. Ойламайды екенсің даже артық затты. Ал жұмыс істеп, оқып, өзіңді дамытып, жан-жақты көріп, қатысып сөйтіп жатқаннан кейін, оказывается, мынандай да өмір бар екен ғой. Екі жағында үлгеруге болады. Сөйтіп қорқып отырған әйелдерге шығыңдар деп айтамын мен. Қорқып ешқандай керегі жоқ. Аура сұлулық салонында қандай нақты қызметтер атқарылады? Бізде аура сұлулық салонында спа бар, знаменитый салон красоты бар астында. Сосын танцевальный студиялар бар, йога бар бізде, зумба, стрип-пластика деген сияқты бар. Сосын косметология, инъекционный, безинъекционный деген сияқты сондай бар. Одан кейін коррекция фигуры, велошеп деп айтып жатамыз, сол бар. Аппаратный косметологический чисткалар бар. Сосын тағы не бар бізде? Барбершоп бар бізде. Сол, осы қызметтерді жасаймыз. Әйелдерге де, ер кісілерге де барлығына толық сұлу болуға, әдемі болуға эстетикалық қызметтер. Керемет. Гүлнұр ханым, қарап тұрсам, журналға шығыпсыз. Осы жайлы не айта аласыз? Бұл журналға былтыр жазда журналдың редакторы хабарласты, телефонды хабарласты, бізде People деген журнал бар, қазақстанский, Алматыда. Осы журналға сізді түсіруге шақырамыз деп шақырды. Мен Алматыға барып, фотосессиясын жасап, суретке түсіп, интервью беріп келдім осы жаққа барып, былтыр жазда. Солай керемет. Бұл енді алды десеңші. Бұның премиясына да шақырды, мен сол кезде қолым тимей қалды. Краснодорожка, әртістер бәрін шақырған сол премияға. Бізде ауылда болмай қалдым да, сонымен бара алмай қалдым премияға. Ничего, бұл әлі бастауы деп сенеміз, Құдай қаласа бұдан да үлкен. Алла қаласа Форбстан кездестірейік сізді. Сәттілік. Аумин, рахмет. Рахмет көп-көп, творчестволық, қаржылық, көп жетістік тілеймін сізге. Рахмет сізге де, көп-көп қызық интервью болды.